Режиссер, театр және кино актері, ақын, драматург Рүстем Оразбайұлы 1978 жылы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында туып өскен. Мектепті аяқтаған соң Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының драма театр режиссері мамандығын белді режиссер-драматург Маман Байсеркенұлының шеберханасын 2002 жылы үздік тамамдайды. Академияның 2-ші курсында оқып жүріп, алғашқы өлеңдер топтамасы жас ақындардың толқыннан толқын туат жинағына енеді. 1998-2002 жылдар аралығында Қазақстан телерадио корпорациясының редактор қызметінде болды. Телеарналарда қызмет ете жүріп, режиссер Сатыбалды Нарымбетовтің «Омпа» және белгілі «Лаве» көркем фильміне түсті. 2000 жылы Жас толқын бірінші дарынды жастар фестивалінің лауреаты және Көктем поэзиясы мүшәйра байқауының жеңімпазы атанды. 2001 жылы Бөрнама жыр жинағы жарық көреді. Сол жылы 4-ші халықаралық шабыт шығармашылық жастар фестивалінде үздік әдеби шығарма номинациясының 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ал 2002 жылы Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл атындағы драма театрының қазақ труппасына режиссер болып келеді. Ағапайлар, тыңдаңыздар, қыздар жігіттер, келіңіздер шықпарға жиналыңыздар, отырыңыздар мына жаққа. Келіңіздер, жақсы жағалыңыздар, отырыңыздар. Шалдыраға қарай дайындаймыз. Құрметті әріптестер, не болды? Тыңдаңыздар. Менің жақсы жаңалығым бар. Бізге жас режиссер келген жан. Қарсы алыңыздар. Құрметті ағалар, апайлар, менің есімім Рүстем Есдәулетов. Алматыда өнер академиясынан Маман Байсеркенов ағамыздан режиссерлік мамандығын бітіріп, сіздерге міне режиссер болып келіп отырмын. Зайсан тумасымын. Сіздермен бірге қуана-қуана жұмыс істеуге дайынмын. Страшно люблю Лермонтова. Он всегда приходит, понимаете, такой вдумчивый, сам с собой. Иногда забывает, что там это аудитория, тут кроме него студенты присутствуют. Он всегда понимает о своем замысле, понимаете, всегда занят был. И однажды, говорит, идет занятие, он вдруг прерывает, говорит, ага, вообще, я, говорит, критиками недовольный. Какими критиками? Да русскими критиками. А что такое? Все говорят, Пушкин великий, великий. Нет, ага, Лермонтов великий. Вот, пожалуйста. Да, он всегда, понимаете, создавал своеобразную революцию. Говорят. Все критики говорят, вот, Пушкин гений, Пушкин гений. Нет, ага, Пушкин не гений, Лермонтов гений. Говорят, Пушкин потом. Вот такими странными характерами он отличался от других.
кезімізден бастап егіз қозыдай Рүстем екеуміз балалық шағымызды өткіздік. Сол кезде ауылға барып тұрам. Рүстем ауылда өсті. 11 класс бітірген кешекте ауылда өсті. Сол кезде марқұм Оразбай атамыз таңертең ерте тұрып бізді оятатын еді. Тұрыңдар, анау малға шөп салыңдар, суын беріңдер деп. Сол кезде Рүстем жұмсақ қоятын мені. Руслан барып саласаш, мен мына оқып жатқан кітабымның 5 беті қалды, соны оқып тастаймын да саған шығам, көмектесем деп. Соны ақыры соның бәрі мен атама сен тиян ақтысың деп, соның бәрін жасап тындырып болғаннан кейін ол атып шығатын. Сол кезде ой кешірші Руслан, мен анау 5 беттен кейін тағы бір кітапты оқып тастадым деп. Сол мен айтайын дегенім, сол Рүстем сол кітап оқуға өте құмар еді бала кезінен. Кітапты өте көп оқитын. Біз дала кезіп, жаңа көше кезіп жүргіміз кеп тұрған кезде ол ешқайда шықпай кешке жақын кітап алып ап соны оқитын. Енді оны айтайын дегенім, қазіргі жастар енді осы мына TikTok пен YouTube, жаңағы Instagramның заманы болып кетті ғой. Сонымен қатарласып, бірақ жарайды, бірақ кітапты да оқып отырса өте жақсы бір, сондай бір ауқымды, терең ойлайтын азаматтар елімізде көбейеді деген сондай үміттемін. О, балам. Сен театрда істейсің ғой, я? Я театрда істеймін, балам. Әке, мен саған кубикпен театр жаса қойдым. Ой, жаным, сол. Амин. Бұйырса жаңа театрымыз болады, е? Ой, жаным. Біз енді бір қызық жағдай болды. Осындай 27 наурызда біз театр күнін тойлап жатырмыз. Ол кезде театрымыз кішкентай, бар қыздар бір бөлмеде отырамыз. Сол бәріміз сол астында сахнада жүрсек, сахнада жүріп, біз өзіміздің наурызымызды мерекелеп, қайтадан комнатамызға, кабинетімізге келсек, бәріміздің сөмкеміз ашылып жатыр, телефондарымыз жоқ, ақшамыз жоқ, бәріміз ұрлап кетіпті, ұрлыққа түскен ғой. Бәріміз ойбайлап, енді не істедік Құдай-ау деп жылағанымыз жылап, енді талай нәрсеміз кетті ғой, телефонымыз бәрі. Сөйтіп жүрсек, маған Рүстем келіп ап, кабинеттің есігін ашып ап, маған қарап тырқ-тырқ күлді. Сосын Рүстем, неге күліп тұрсың? Бізде осындай жағдай бар жатыр десем айтады, Майра апай, сіздің мынау жылағаныңыз, сөйлегеніңіз тура Лидия Каденова сияқты болып кетті. Тура сол кісінің көз алдыма әкелдіңіз ғой деп тырқылдап күліп маған айтады. Жарайды, Майра апай, қазір басталады. Енді спектакліміз басталған жатыр ғой. Қазір басталады спектакліміз. Ақша деген қолдың кірі ғой. Сізге қазір бір сүйінші хабарым бар деді. Енді оны білмеймін ғой мен, немене сүйінші хабар, қазір көресіз деп. Сөйтті, сонда да болмаймын, айтшы, немене хабар десем айтады, сізге төс бергіңіз келді қазір деді. Мәдениет, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткер деген төс бергіңіз келді деді. Содан енді қуанамыз ғой әрине. Бүкіл халықтың алдына шығып, Рүстем сөзін айтып, өз қолымен кеудеме осы мәдениет қайраткер төс белгісін қадады. Болған іс сапарымызда міне енді қойғалы жатырмыз ертегіні балаларға арнап. Содан бір уақытта қарасақ, әгі есегімізді салмай қойыпты монтировщиктің, мұндағы балалардың бәрі. Ойбай, есек қайда? Жоқ.
Содан мен залда отырғам, ойымда ештеме жоқ. Не істер екен бұлар енді деп, бір амалын табатын шығар деп сөйтіп ойланып отырғам. Ол кісінің жұмыс істеу тәсілі ерекше болатын. Іші толған эмоция, іші толған, қалай деп айтсақ болады, толып тұрған бір жалын. Сол жалынды қалай шығарсам екен тезірек, мен бұл кісілерге қанша спектакль дайындап үлгерсем екен деп ойладым екен. Кететін жылы бұл енді 7 спектакльді бір жылда бірақ шығарды ғой. Таңғы сағат 4-ке дейін жұмыс істейтін біз. Сонда біз семьямызға бәрінен айтамыз ғой енді. Ол кісі бізді сол сағат 4-ке дейін бізді ұстайтын кездері болған. Бір уақытта құмарба деп айқай салды. Рүстем екеуміз өз құрдаспыз. Бір жылғы туған күн, бізде тамыз айында өзі. Таң құрдаспыз деп айтуға болады. Содан не болды? Не болып қалды? Айқай салдымыз. Сен есек боласың дейді. Ойбай, есек болғаныз, мен қайтып есек болам. Солай, мыналар есектің бәрін тастап кетті. Ал жарайды, ұртоқпақ деген ертегінің есегін ойнап. Ол кезде шашым қысқа, айту есектің құлағын жасап, амалдап есектің образын жасап, ана жерде бір перделер тұр екен, бір сұр. О, мынау дәл болды. Мынадан енді үстіме бір неме тауып жасап алайын. 4 аяқтап есек болып шықтым амалсыздан. Без эксперимента расти, развиваться, я должен сказать, невозможно. Потому что все время вот общеизвестные вещи, схематичные, вот такие скучные, поставленные в рамках вещи, иногда надоедают зрителям. Поэтому требует режиссура разные почерки, разные подходы, какие-то аспекты какие-то новые. А это Рустем, он понимал сердцем. Сердцем, без подсказки своих педагогов, своих старших сверстников. Енді атымды адам қойған соң деген спектакль. Бұл сөздің мағынасын білесіздер, Абай атамыздың сөзі, атымды адам қойған соң қайтып адам болайын. Адам дегеннің кім екенін білесіздер, Алла Тағаланың бірінші жаратқан жер бетіндегі бүкіл әлемге алғашқы жаратқан адамы. Оған Алла Тағала не үйретті, қалай болды білесіздер. Періштелерге оған сәжде жасатқызды. Сонда ол ар жағы Аллаға кетіп тірелетін нәрсе ғой бұның бар. Енді осы неге бұның алдындағы аты подражание Құрану, Пушкиннің несі болатын аға. Пушкиннің өлеңінің соның атына соған құрылған солай болатын. Сөздер де солай болатын. Аяқ астынан қарағандта фестиваль болатын болды да, соған осы ол бірақ мына Пушкин сарыны деген, Құран сарыны Пушкиннің несіменен өтпейтін болды, өйткені қазақ автор болу керек болды. Сол жерде отырып алды, өзгерттік жаңағы. Рүстем өзгертіп отырған.
ай отырып ана жерде мына өлеңді қарайды, анаған қосады, мынаған қосады, өзімізше бәріміз енді араласып отырмыз ана жерде. Бірақ соны негізін Рүстем ғой, бәрін анадан бет мынаған қарап, ана бетте мынаған ауыстырып, жаңағы тексттерді салыстырып отырып, аяқ астынан. Содан ат іздей бастадық, жаңағы қандай ат, мынандай Алла туралы сөздер бар ғой, енді менің Абай атамыздың Алланың өзі рас, сөзі рас, тағы да басқа көп сөздер бар. Ананы айтамын, келмейді. Анау тым ашық болып кетеді жаңағы. Алланың өзі рас, сөзі рас, тағысын тағы басқа сөздер Алланың аты аталған кезде бұл ашық болып кетеді, басқаша болу керек. Сөйтіп отырып, енді жаңағы сөзді атымды адам қойған соң, енді ол балағында Абайды білетін әр қазақтың ойында тұрған нәрсе деп ойлаймын енді менен. Сойтып мен соны ойлап отырып, соны айта салдым енді. Сол мына жаңағы сөзді атымды адам қойған соң деген. Соны біраздан кейін енді Рүстем соны өзі соның ішіне алды. Құрметті әріптестер, менде бір жақсы жаңалық бар. Бұйырса Қарағандыда республикалық фестиваль болады. Біз соған өттік. Қайсы өтеді? Атымды адам қойған соң. Бір мың тыныс деген фестиваль бар екен Түркияда, соған бізді шақырды. Соған барып біз осы спектакльді көрсеттік. Енді ерекшелігін айтайын сонда біз сіздерге. Барлық түркітілдес мемлекеттердің театрлары бір реттен ғана көрсетті спектакльдерін. Бүкіл халықтың залға сыймаған соншалық. Біздің мына атымды адам қойған соң спектакль біткенше бүкіл халық сілтідей тынып, көздерінен жастар сорғалап отырып көрді. Спектакль біткен соң 15-20 минуттай халық қол шапалақтап біз сахнадан жібермеді. Біздің де көзімізден жас кетті, шын айтқанда мынандай қуаныш, мынандай бақытты көрген кезде біз арасында кереметтей қуандық. Және сол халықтың сұрауы бойынша әлі де халық көре алмай қалды. Сіздер осы спектакльді бізге тағы да қайталап қойып берсеңіздер деген тілек болды. Біз сол спектакльді Түркияда біз 2 рет қойдық. Басқа ешқай мемлекет 2 рет қойған жоқ. Біз осы атымды адам қойған соң спектакльін біз 2 рет қана қойдық. Біз ана Түркияға барған кездегі қойған спектаклімізді түріктердің сарапшылары, сыншылары айтты. Америкада фестиваль болады, сол кезде осы спектакльді бүкіл түркілердің атынан жіберсек, достойна дейміз ғой. Достойна спектакль екен, осы түркілердің атынан жіберсек ұялмайтындай. Міне түркілердің спектаклі деп көрсетуге лайықты екен деген кезде мен іште ойладым, ол кісі жалғыз шығыстың ғана мақтанышы емес, қазақтың да мақтанышы емес, бүкіл түркі әлемінің мақтанышы деген сияқты маған ой келді. Білесің бе, мен жүрмін бар мен жоқтың үлесінде. Дәрігерлер дәйекті күресуде, тастағысы келмейді күресіңге. Білесің бе? Білесің бе? Дерт мүжіп деңгейімді түгесуде. Мен дәзірмін онымен күресуге, жүрегімді жүйкемді тіресуде, сіресуде. Білесің бе? Жылайсың ба, бір дүркін күлесің бе, жатасың да бір дүркін жүресің де, қайғы бақыт бермесін тіресімге. Білесің бе? Білесің бе? Туған адам міндетті бір өшуге, оны ойласам көңілімнен жыр өсуде, сол сағатта сырқаттың үні өшуде. Білесің бе? Бұл есімде. Жылап тұрып, күлемін. Білесің бе? Күліп тұрып жылаймын. Күлесің бе? Өлеңіме сонда да күлесуде. Білесің бе? Өскемен театрының басын қолына алып, театрды тұрғызу жөнінде, сол театрдың құрамы жөнінде үлкен жұмыс атқарып келе жатқан балет фестивальдерге қатысып, жүлде алып, балаша қуанып, аға анау Петербургқа кетіп бара жатырмын, Дудиннен сабақ алып, сонда енді ізденіп, осы баладан көп нәрсе күтіп жүрдім. Енді айтып отырмыз ғой, енді қазір
оны олай айт, бұлай айт, қысқасы осындай келешек, ол біздің жұлдыздың біреуі енді театр өнерінің жұлдыз еді. Ол туралы мен бірде жаманшылық, жаманат сөз естіген емеспін. Өзде түрі келген осы көз тиіп кетті ме деп ойлаймын кейде. Өнерге келген фанат болу керек деп ойлаймын. Бірақ мен өзім білмеймін, фанатпын ба, фанат емеспін бе. Оны білмеймін. Бірақ өнерге келген фанат болу керек. Әйтпесе келмеу керек. Жай шетінде бүйтіп аяқтым алып жүруге болмайды, бірақ сүңгу керек деп ойлаймын. Бар жүрекке жылу шашып өлеңім, Өскеменнің қақ төрінен театр ашса деп едім. Қаламыздың ортасынан қазақтың сахнасын түсімде көп көремін. Иә, түсімде сұлу әсем ғимарат, сарайында қара көздер жиналады. Фойесінде Оралханның мүсіні спектакль көретіндей тұр қарап. Түс жорық жақсылыққа бұл ақыл, ал өңімде әл күйдегі бұзақыл, әлденені құрастырып кубикпен әке саған салдым дейді театр. Арамыздан ерте кеткен Рүстем Оразбайұлының еңбегі бүгінгі өнерге ұмтылған жастарға жарқын үлгі екені сөзсіз. Әдебиет пен өнердің тізгінін қатар ұстаған жас талант өнерге адал қызмет етті. Ол қазақ труппасын басқарған 7 жыл ішінде 25 қойылым қойып үлгерді. Дарын иесінің ерекше 2 туындысы әлі күнге дейін театр репертуарында сақталған. Олар Абайдың «Атымды адам қойған соң» эксперименттік қойылымы және Женішкүл Өзібекованың «Толғақ психологиялық драмасы».